Осы советский вафлиді жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Бүгін сіздерге бір жасағаннан осындай идеальный болып шығатын, керемет болып шығатын вафлидің салмасымен де, салмасыз да 4 түрлі жасалу жолын көрсетемін. Парақшама тіркеліп сақтап алыңыз. 5 жұмыртқаға қант, ванильді қант қосып, аппақ болып көпіргенше миксерлеп, үстінен ерітілген сары май мен ұнымызды салып, тағы да бір миксерлейміз. Бізде осындай қоймалжың масса шығады. Вафельницаны қыздырып майлап, бір ас қасықтан құйып, қызартып аламыз. Дәл осы видеодағыдай бірінші жолын ішіне қарай бүктеп жасайтын боламыз. Осындай әдемі керемет болып шығады. Ал екінші жолын кішкентай банканың немесе осындай стакандардың көмектерімен әдемілеп ыдыс секілді жасаймыз. Дәл осы видеода көргендеріңіздей бұның үшін қазір салмасын толтырып жеміс-жидектер саламыз. Үшінші жолын дәл осы трубочка секілді орап жасаймыз. Ал енді төртінші жолын кулек секілді дәл осылай әдемілеп орап шығатын боламыз. Өте оп-оңай. Міндетті түрде ауызашар дастарханыңызға жасап көріңіз. Ішіне кремге творожный сыр, қаймақ және қант ұнтағын салып араластырып, осылай бетін жеміс-жидектермен толтырып әдемілеп шықтым. Дәл осындай керемет әдемі советский вафлилармен байджи кениялық Масай Мараның ешқандай красителдері жоқ, қош иісті шаймен бірге ұсындым. Міндетті түрде ауызашар дастархандарыңызға жасап көріңіздер. Ең керемет идеальный рецепттердің бірі.